Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Саша Барон Коэн деген туралы айтып беретін боламын. Ал кеттік. Видостың аты кликбейт. Білем, ешқандай да Борат 3 шыққан жоқ, бірақ шығуды әбден мүмкін. Тек тема олар туралы емес. Жалпы бүгін Борат мал туралы сөйлесеміз. Біле, осындай қотақ бастарды жер қалай көтереді екен. Тиктокта жалпы Борат фильміне негативті видеолар көбейген еді. Тек тикток емес, барлық әлеуметтік желілерде. Бұл шудың хайпа кеткенімен досымның айтумен осы видосты түсірудемін. Негізі өзім де осы фильм мен актер туралы ойымды айтқым келіп жүрген. Бораттың бірінші түсірілген киносы 2006-да шыққан болатын. Сол кезден бастап нағыз шу басталатын. Бірақ қазіргідей емес, себебі ол кездері адамдар Борат не екенін білмеді, және де көбісінде интернет болмады. Бұл кино прокатқа шыққан соң аяғында $260 миллион жинаған екен. Сол шыққаннан кейін қазақстандықтарды былай дегенде ұятқа қалдырды. Америкада қазақ елін тек Борат фильмнен білетін болды. Бұған қарамастан сол кездегі 15 жасар Қазақстанға үлкен жарнама болды. Көп қазақстандықтар жыларында күлерінде білмеді. Қазір мен сіздерге көп адамның көкейінде жүрген сұраққа жауап берем. Борат көрсеткен Қазақстан ол қай жер? Түсірілім жері Румынияның Глот ауылында жасалған. Глот ауылы Румынияның цыгандар тұратын жер екен. Басында Саша Барон қазақстандықтарды емес, керісінше американдықтар мен Америка мәдениетін шын жағынан көрсетіп, мазақ қылғысы келді. Меніңше Қазақстан деген елді бастапқы рөлдегі актердің отаны қылып таныстыру бұл уебизм және ублюдство. Бір ойдан құралған ел немесе остров ойлап тауып, соны қанша мазақтаса да өздері білетін сияқты бір нәрсе жасауға болатын еді. Сонда да бәрі норм болар еді. Ешқандай скандал және тағы басқалары. Және де сіздерге тағы қызық факт айтайын. Бұл долбоебский киноны біз өзіміз жарнамалап отырық. Не үшін дейсіз бе? Ал айтпас бұрын өзіңізге бір тәтті шай мен печенье алып, каналға подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал егер де осы мен айтқан нәрселерді жасасаңыздар, кофе, андай шай, печенье важно емес. Главный подписка бөлімін басыңыздар болды. Ал құлақтарыңызды тосыңыздар. Мен сіздерге не үшін бұл фильм біздің арқамызда танымал болған айтып беретін болам. Оңай мысал келтірейін. Осы фильмнің бірінші часті шыққаннан бастап авторлар қатты үміт күтпеді. Бірақ Қазақстан осы кино жайлы білген соң шумдар шығарып, внимание келтіре бастады. Осыны біздің жақын көршілер Россия, Украина секілділер байқап, қызға бастады. Ақырындап СНГ елдердің бәрі Боратты білетін халге жетеді. Цепная реакция сияқты орманда біреу бір ағашты өртесе, барлық орман от болады деген секілді. Ақырында осындай война хайпты әкелген біздер деп свободно айтуға бола ма? Егер де менімен келіспесеңіздер, комментарийға свободно айта беріңіздер. Бұл чисто менің мнениям және гипотезім. Әрине кішкене YouTube, интернет деген нәрселерден алдым, бірақ основном мен осылай ойлаймын. Соны байқаған Коэн қайтадан осындай әдісті қайталамақ болды. Және де екінші часть шығарды. Әрине ақша, танымалдық оған қайтадан қайтып келді. Біздікілер де хайпты Боратқа 2-3 есе қылып қайтып берді. Стоп Борат деген хэштегтер көбейді, блогерлар дабыл қақты, және де петиция и все. Бірнеше миллион баронның қалтасында. Екінші частьтінде анти-Трамп, правительство деген темаларға көбінесе болады. Как раз выборы болып жатқанда кино шыққан болатын. Сондықтан Қазақстанға қатты отношение болады деп ойламаймын. Ал киноның плюстарына келсек, стоп. Киноның плюстары? Қазір мені көріп отқан бір адам айтады шығар, какой плюс, сен долбойыпсың ба деп. Айтайын, әр нәрсенің өзі плюсы бар дейді ғой. Айтайын, қазір 2021 жыл интернет дүркіреп тұр. Мысалы, бір адам, мысалы шетелден деп алайық, Борат фильмін көрді және Қазақстан туралы білгісі келіп, Google-ға жазады. Содан кейін Қазақстанның осындай үлкен әдемі таулары, табиғатын көріп, ойын өзгертуі мүмкін. Сосын бізге туристар тартылуы да әбден шанстарымыз бар. Негізі Борат фильмі самый мал қотақ фильм. Қазақтар жаман қырдан көрсететіні әрине
басында, бірақ фильм ол туралы емес. В общем, сондай лақанский хуйта. Сонымен мен айтқым келетіні осы. Егер де видеоны лайк басып, комментарий қалдырып, подписка бөліміне басып кетіңіздер ма? Солай үшін. Негізі бұл видеода айтылған нәрсе менің және де көп білмеймін, Қазақстандағы миллион адамның ойы шығар. Негізі айтарым осы деп айтуға болады. Негізі деп айта беріп шашып кеттім. В общем, давайте. Чао, бабино, с вами был Чико. Ау.